Халқымыздың тұңғыш саяси Алаш партиясының ұйымдастырушысы және ұлттық Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, ғұлама ғалым, әдебиеттанушы, аудармашы әрі дарынды публицист Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейхан 1866 жылы 25 наурызда Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында, қазіргі Жезқазған облысы Ақтоғай ауылында дүниеге келген. Әлихан жасынан зерек алғыр болып өскен. 1886 жылы Омбыдағы 4 жылдық техникалық училищеде, одан кейін Санкт-Петербург қаласындағы Орман институтының экономика факультетінде білім алды. Дәл сол студенттік шақта сан алуан қозғалыстарға белсенді түрде араласқаннан кейін жандармерияның назарына ілікті. Саяси сенімсіздердің қара тізіміне енді. Әлихан бұрынғы хан сұлтандардың ұрпағы ретінде туған халқы алдында өзін айыпты сезінді. Хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген сертіне соңғы демі қалғанша адал болды. Алаш туы астында біз алаштың баласы, күніміз туып көгерді Сарыарқаның даласы. Алаш туы астында ұлғайтқан алаш бабамыз, туысқандық теңдіктен тудың қолғап шабамыз. Алаш деген ел үшін, Сарыарқаның жер үшін, бостандық берген, бостандық берген, бостандық берген, ер үшін төгілсін біздің